О, ассалаумағалейкум, ахи. Уағалейкумассалам, көрші. Қай жақтан келе жатсың? Браттардан келе жатқам. Үй жаққа қайтасың ба? Қайтам. Жүр. Жеткізіп тастайын. Кеттік. Айтпақшы, брат. Серік ахи ауыз ашар жасап жатыр, барасың ба? Әрине. Басқасынан қалсақ та ауыз ашардан қаламыз ба? Отыр, кеттік. Брат, осы оразада су жұтып қойсаң 60 күн кафаратын өтейді екенсің ғой, Оны кім айтты саған? Браттар айтты. Байқамай жұтып қойса да ма? Иә. Кім браттар олар? Базарда аяқ киім сататын бір братам бар еді. Бүгін су жұтып қойған байқамай. Сосын сол кісіден барып сұрағам. Сонда айтады, 60 күн кафаратын өтеуің керек дейді. Мен де былтыр оразада байқамай су жұтып қойып, ұстаздардан сұрағанымда 60 күн өтелмейді деп. Ал егер енді әдейі жұтып қойсаң, онда 60 күн кафаратын өтейсің деп шегелеп тұрып ескертті. Ал енді ана браттарыңның айтып тұрғанына күмәнім бар мен. Қой жоқ, ахи, ешқандай күмәнің болмасын оларға. Өзіміздің проверенный браттар ол кәдімгі. Жақсы. Бір жерге барып келсек, асығыс емессің бе? Жоқ, асығыс емес. О, Асеке хал ғой. Шүкір, жақсы, өздеріңде қалай? Жұмыс бәрі жүріп жатыр ма? Шүкір, жүріп жатыр. Не болып қалды? Машина бір нәрсе болып қалды ма? Жоқ. Машинада ештеңе болған жоқ. Енді? Тісім ауырып тұр еді. Соны қарап бересің бе? Әзілің бе? Жоқ. Ешқандай да әзіл емес. Тісің маған не қатысы бар? Мен машина оңдайын ғой. Жақсы онда. Айыпқа берме. Сен тісің емес, басың ауыратын сияқты ғой. Көрші, не күйттің басың істей ма? Көрдің бе? Қалай екен? Нені? Сен де дәл осылай істеп келе жатқан жоқсың ба? Базардағы сатушылардан діни пәтуа сұрап. Алла тағала Құранда білмегендеріңді білім иелерінен сұраңдар демей ме? Сен базардағы браттардан емес, мешіттегі имамдардан сұрауың керек еді. Сен де жаңағы кезде мен сияқты күйде болғанды түсіндің бе? Базардағы браттарың да қорықпайды екен. Білмей жатып, діни пәтуа бере салатын.